Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Эльнора. Бүгін сіздермен дәмді үйретін греческий салат дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бізге листья салаты қажет болады. Листья салатын дәл видеодағыдай қылып кесіп дайындап аламыз. Одан кейін тәтті бұрыш қажет. Тәтті бұрышты дәл видеодағыдай қылып кесіп аламыз. Одан кейін жаңағы ыдысымызға саламыз. Одан кейін бізге қияр қажет болады. Қиярды да дәл видеодағыдай қылып кесіп аламыз. Одан кейін жаңағы ыдысымызға қиярымызды саламыз. Одан кейін қызанақ қажет. Қызанақты да дәл видеодағыдай қылып кесіп дайындап аламыз. Одан кейін бізге осындай базилик қажет. Базилигімізді осылай салаттың үстінен себеміз. Одан кейін бізге зәйтүн майы қажет. Зәйтүн майын да осылай салатымыздың үстінен қосамыз. Одан кейін лимон шырынын қосамыз. Одан кейін барлық салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бізге оливке қажет болады. Одан кейін бринза қажет. Бринзамызды да дәл видеодағыдай қылып кесіп дайындап аламыз. Одан кейін жаңағы дайын болған салатымызды ыдысымызға салып, үстінен бринзамызды және оливкемізді осылай дәл видеодағыдай қылып салып шығамыз. Міне біздің дәмді үйретін греческий салатымыз дайын. Егер де видеоны лайк басып пікір қалдыруыңызды сұраймын.